Құрметті қауым, мен сіздерге кішкене өзімнің тақиям туралы бір оқиға айтып берейін. Бұл өзімдікі дегенде менікі емес. Бүгін таңертең қауымға келсек, біз түгелдей қауымға келсек, мына жерде мадақтау тобы жүр, бәрі әдемі киініп алған, бәрін қазақша көйлек, қазақша жилет, әртүрлі киіммен киіп алған. Бүгін уағыз айтатын мен ғана қазақша ештеме кимей келгем. Оның бір себебі бар. Осыдан бір 3-4 күн бұрын біз әйеліме екеуміз, сен жексенбі күні сен 3 рет уағыз айтасың, орысша айтасың, қазақша айтасың. Бұл наурыз, сондықтан сен наурызда уағыз айтқандықтан жаңағы қазақша киім киіп кел деп. Сөйтіп екеуміз жаңағы магазинге барамыз, маған не сатып алайық деп. Жилет сатып алайық деп. Қазақша бір киім сатып алайық деп. Ары жүрдік, бері жүрдік, ананы көрдік, мынаны көрдік. Сосын ақыр аяғында жаңағы менің әйеліме сатып алдық киетін жилетті. Одан кейін енді ол бір күн кетті, одан кейін келесі күні ер кезек 3-ке дейін демекші. Келесі күн тағы базарға бардық, базарда жүрміз. Ананы қараймыз, мынаны қараймыз. Сөйтіп арыз деп, беріз деп, ақыр аяғында менің екі қызыма жаңа қазақша көйлек сатып алдық. Бірақ маған барғанбыз. 3-ші рет бардық, соң басқа магазинге бардық. О жерде ары қарап, бері қарап, ештеңке таппай, ақыр аяғында ештеңке алмай қайттық. Сөйтіп бүгін таңертең келіп, мен мадақтау тобына айтам ғой, сендер бүгін не деген керемет, әдемі киініп алғансыңдар, түрлерің ғажап, бір жанып тұрсыңдар сендер депші. Сөйтіп олар алды сізге ме деп маған жаңағы тақияны берді. Бұл менің тақиям. Сол, бүгін біз наурыз мейрамын мерекелеп жатырмыз, сондықтан наурыз мейрамы құтты болсын. Ал енді біз осы мерекелік жексенбіде римдіктерге арналған хатты оқуды жалғастырамыз. Бүгін оқитын аяттарымыз римдіктерге арналған хат 10-шы тарау, 5-ші аяттан бастап 13-ші аяттың соңына дейін. Римдіктерге арналған хат 10-шы тарау, 5-тен 13-ке дейін. Егер барлықтарыңыз тауып алсаңыздар, мен оқып берейін. Таурат заңының ережелерін орындау арқылы ақталу туралы Мұса пайғамбар былай деп жазған. Оларды бұлжытпай орындайтын адам солар арқылы өмір сүреді. Ал сенім жолмен ақталу туралы Тауратта мына тәрізді сөздер айтылған. Кім көкке көтеріледі? Яғни кім Мәсіхті алып келеді деп іштей сұрама. Немесе кім тұңғиыққа түседі? Яғни кім Мәсіхті өлімнен қайтарып алып келеді деп те айтпа. Қайта сенім жолмен ақталу жөнінде былай делінген. Бұл сөз саған өте жақын. Ол аузыңда және жүрегіңде. Сенім туралы біз жариялап жүрген сөз осы. Өз аузыңмен Исаны жаратқан ем деп мойындасаң, жүрегіңде Құдайдың оны өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, онда құтқарыласың. Себебі Мәсіхке жүрегімен сену арқылы адам күнәсінен ақталады. Оны аузымен мойындау арқылы құтқарылады. Осы туралы Ишая пайғамбардың жазбасында оған сенімін артқан ешкім ұятқа қалмайтын болады лайым делінген ғой. Бұл жерде яһудилер мен басқа ұлттардың араларында айырмашылық жоқ. Олардың жалғыз бір жаратқан иесі бар. Ол өзіне сенғандардың бәріне де шексіз рақымды. Себебі иеміздің атын атап, оған сыйынған әркім құтқарылады деп те жазылған. Бұл елші Паулдың осы Рим қаласындағы оқырмандарына жазған хаты. Егер біз осы аяттарды кішкене біраз кідіріп оқысақ, тіпті біздің осы бүгінгі күні қазақ тіліндегі киелі кітаптың аудармасында ана жерінде көп тырнақшалар бар. Біз грамматика бойынша білеміз. Егер бір нәрсе текстің ішіндегі сөйлем немесе сөз тырнақшаға алынса, оның бір мағынасы бұл Паул, яғни автор, бұл осы сөздерді, тырнақшаның ішіндегі сөздерді басқа бір жерден цитата жасап тұр, немесе басқа бір жерден алып тұр деген сөз. Бұл 3-ші класстың қазақ тілінің грамматикасы, кез келген тілдің грамматикасы. Енді біз осы біз оқып шыққан аяттарға қарасақ, сіздер көресіздер, 5-ші аяттан бастап 13-ші аяттың соңына дейін осындай тырнақшаға алынған мәтіндер өте көп кездеседі. Себебі бұл елші Паулдың жаңа осы Римдегі өзінің тыңдармандарын айтып тұрған сөзі, ол толықтай Паулдың өзінің жаңағы авторлық төл сөз емес. Ол елші Паул бұл жерде көне өсиеттен өте көп цитата жасап тұр. Немесе көне өсиеттің тексттеріне, көне өсиеттің мәтініне өте көп сілтеме жасап тұр. Бұл нені білдіреді? Себебі біз осы мәсіхшілер ретінде біз көп қайталайтын, жаттайтын аяттар осы 9-10 аяттар.
өз аузыңмен Исаны жаратқан ием деп мойындасаң, жүрегіңде Құдайдың ұлын өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, онда құтқарыласың. Себебі Мәсіхке жүрегімен сену арқылы адам күнәсінен ақталады, оны аузымен мойындау арқылы құтқарылады дейді. Бұл біздің мәсіхшілік сенімінің негізі, біз бұны бәріміз білеміз, қайталаймыз. Бірақ елші Паул осы ізгі хабарды айтып тұрған кезде, бұл осының бәрін былайша айтқанда сэндвич дейді ғой, үстінде нан, астында нан, ортасында май демекші. Сол сияқты, Иса Мәсіхтің осы Иса Мәсіх арқылы құтқарылуды ол көне өсиеттің тексттерінің ортасына кіргізіп тұр. Мен сіздерге осы бүгінгі уағыздан біз әртүрлі нәрселерді айтамыз. Еш нәрсе естеріңізде қалмаса да, бір нәрсе есіңізде қалсын. Ол мына кесте естеріңізде қалсын. Жаңағы мен сізге айтқан, елші Паулдың осы біздің оқыған аяттарда әртүрлі көне өсиеттен жасаған цитаталар тырнақшаға алынған дегеніміз, сол аяттардың кестесі міне. Мына жердегі римдіктерге арналған хаттың 10-шы тарауындағы аяттар болса, мына жерде сол аяттардың қалай мына аяттарда қолданылғаны. Ең біріншісі біздің өздеріңіз көріп отырғандай, 10-шы аяттың римдіктерге арналған хаттың 10-шы тарауының 5-ші аяты, ол Левліктер кітабының 18-ші тарауының 5-ші аятына елші Паул сілтеме жасап тұр. Неге деген сөз? Осы Левліктер кітабы еврит тілінде вайикра деп аталады. Яғни ол сені шақырды. Немесе Құдай сені шақырды дегенді береді. Және осы вайикра деген сөздің ең соңғы әріпі, ол алеф деген әріп, еврит алфавитінің бірінші әріпі. Сол әріп вайикра деп сөз жазған кезде әдетте кішкентай әріппен жазылады екен. Білесіздер ме неге? Себебі осы арқылы адам өзінің Құдайдың заңының алдында, немесе Құдай берген заңға адам кішіпейілдікпен қарайды. Адамның осы Құдайдың заңына мойынсынуы. Соны қалай былайша айтқанда сипаттап көрсету үшін осы вайикра деген сөз кішкентай әріппен жазылады екен. Осы а деген ең соңғы әріпі. Және осы Левліктер кітабы бұл қандай кітап? Себебі Паулдың білетіні мынау ғой. Оның алғашқы оқырмандары, олар көне өсиетті жақсы біледі. Ол кезде Паул осы хаттарды жазып жатқан кезде жаңа өсиет әлі жоқ. Себебі Паулдың өзі осы жаңа өсиеттің көптеген кітаптарының авторы. Сондықтан ол өзінің оқырмандарына түсіріп жатқан кезде олар білетін, олар түсінетін көне өсиетке сілтеме жасау керек. Және сол көне өсиеттегі осы Левліктер кітабы ол қандай кітап? Бұл кітап, Левліктер кітабы, Таурат заңының 3-ші кітабы, бірінші жаратылыстың басталуы, одан кейін Мысырдан шығу, одан кейін Левліктер кітабы. Бұл Левліктер кітабы Құдай Израиль халқын Мысырдан алып шыққаннан кейін Синай тауында жаңағы өзінің 10 өсиетін береді, сонымен қатар әртүрлі өзінің заңдарын береді. Яғни оның ішінде қалай құрбандық шалыну керек, және қандай басқа да заңдар бар, күнделікті жүріс-тұрыстың реттеуші заңдар берілген осы Левліктер кітабында. Сондықтан елші Паулдың бұл жерде айтайын деп тұрғаны, Иса Мәсіх туралы ізгі хабар Құдайдың басынан бастап берген, осы көне өсиетте берілген заңынан басталады. Осы заң 10 өсиет, Таурат заңының бәрі Иса Мәсіхті меңзеп тұр, Иса Мәсіхке жол сілтеп тұр. Паул соны көрсету үшін, соны түсіндіру үшін өзінің оқырмандарына ол 10-шы тарауының 5-ші аятында осы Левліктер кітабының 18-ші тарауының 5-ші аятына сілтеме жасайды. Одан кейінгі аятында 6-шы, 7-ші аяттарында Паул заңдар қайталау кітабынан цитата жасайды. Яғни кім көкке көтеріледі, немесе кім оны алып келеді дейді. Заңдарды қайталау кітабы мен Левліктер кітабының айырмашылығы мынада. Левліктер кітабы ол Израиль халқының Мысырдан шыққанның бірінші ұрпағына берілген. Яғни Израиль халқы Мысырдан шығады ғой құлдықтан. Сол кездегі бірінші ұрпақ кезінде жаңағы Левліктер осы кітап берілген, Левліктер кітабы берілген. Ал заңдар қайталау кітабы содан кейін 40 жылдан кейін берілген. Себебі заңдар қайталау кітабының кезінде Мұса пайғамбардың жасы ұлғайып қалған өте қария адам. Ол өзінің өлерін таяп қалғанын біліп, Израиль халқымен қоштасу ретінде айтқан сөздері заңдар қайталау кітабы. Және сол осы соңғы уағыздарының бірі, осы заңдар қайталау кітабының 30-шы тарау, 12-ші, 13-ші аяттары, кім көкке көтеріледі, кім көктен немесе алып келеді, бұл заң туралы айтып тұр. Құдайдың берген заңын Мұса пайғамбар айтады Израиль халқына. Кім бұны көктен алып келеді, кім бұны немесе тұңғиықтан алып шығады деп айтпаңдар дейді. Құдайдың заңы сендерге жақын, Құдайдың заңы сендердің жандарыңда дейді. Одан елші Паул осы сөзді, осы шындықты жаңағы өзінің Рим қаласындағы оқырмандарының есіне түсіріп тұр. Одан кейін елші Паул ары қарай сөзін жалғастырып, заңдар қайталау кітабының, жаңағы мен айтқандай, соған да сілтеме жасап,
Құдайдың сөзі, егер заңдар кітабында Құдайдың сөзі, Құдайдың заңы адамға жақын десе, мына жерде елші Паул осыны айтып тұр. Бұл Құдайдың шын мәніндегі заңы, Құдайдың шын мәніндегі түпкілікті, түбегейлі еркі ол Иса Мәсихте орындалған. Сондықтан осы заң туралы айтылған сөздерді қолданып, Паул бұны бірақ оны Иса Мәсих туралы айтып тұр. Егер заң Құдай арқылы, Мұса пайғамбар арқылы берілген заң қалай израильдерге жақын болса, Иса Мәсихтегі шындық, Иса Мәсихтегі құтқарылу да сендерге қазір солай жақын деп, осы көне өсиеттің сөзімен, көне өсиеттің дауысымен елші Паул жаңағы өзінің оқырмандарына айтып жатыр. Ары қарай 28-ші Ишая пайғамбардың кітабы 28-ші тарау 16-ші аяттан тағы елші Паул цитата жасайды, соған сілтеме жасайды. Бұл римдіктерге арналған хаттың 11-ші аятында. Бүгін біз оқып шыққан осы аяттардың ішінде. Бұл осы Ишая пайғамбардың кітабында бұл жердегі контекст қандай? Егер біз жаңағы айттық, Израиль халқы Мысырдан шыққаннан кейін, илеуліктер ол жаңағы Израильден жаңа ғана шыққан адам болса, заңдар қайталау кітабы солардың балаларына берілген заң болса, ал Ишая пайғамбардың кезін тұсындағы жағдай ол былай болатын. Израиль халқы уже үлкен патшалық, олар жеке мемлекет, бірақ екіге бөлінген, оңтүстік Израиль және солтүстік Израиль деп. Біздің заманымыздың, шамамен біздің заманымызға дейінгі 700-ші жыл. Осы уақытта қандай жағдай? Бұл жердегі жағдай мынандай. Ассирия деген үлкен империя пайда болып, бұл жер жүзін жаулай бастайды. И олар енді келесі жолы жаңағы осы Израиль мен Юдеяны жауламақ. Сол кезде Құдай Ишая пайғамбар арқылы Израиль халқына мына сөзін жеткізеді. Сендер дейді, Құдай Ишая пайғамбар арқылы Израиль халқын ашкерлеп былай дейді. Сендер Ассириядан қорқып, Мысырмен жаңағы бір бітімгершілікке қол қойдыңдар, бір келісімге қол қойдыңдар дейді. Ассирияға қарсы төтеп беру үшін. Бірақ шын мәнінде дейді, сендердің бұлай істегендерің өте үлкен қателік дейді. Сендер жаңағы Мысырға сеніп тұрсыңдар. Өте күшті, өте қуатты, өте мықты деп. Бірақ шын мәнінде осыдан бәленбай жыл бұрын ол сендерді құлдыққа айландырған ел болатын. Бірақ дегенмен сендер өздерің соған қайтадан қайтып барып, Мысырдан көмек сұрап тұрсыңдар дейді. Бұларың сендердің өте үлкен қателік. Осы әлемнің тұрғысынан қарағанда күштіден көмек сұрау, ол өліммен және өтірікпен келісім жасасуға тең дейді. Ишая пайғамбар осыны айтып тұр. Және елші Паул осыны жаңағы римдіктерге арналған хатта осыны адамдардың есіне түсіріп тұр. Бұрын Израиль халқы Мысырға сенген болатын. Израиль халқы Мысырға сенген кезде Құдай оны сендер дұрыс емес деп. Сол кезде Құдай Ишая пайғамбар арқылы сөз айтқан. Мен Сионда өзімнің жаңағы қалаулы ірге тасымды орнатамын, сендер соған сенулерің керек деп. Және осы тасқа сенген адам, осы ірге тасқа сенген адам да ешқандай ұятқа қалмайтын болады, ешқашан ол еш нәрседен қорқпайтын болады деп айтады. Және осы жерде енді жаңа өсиетті, осы сол киелі тас, осы ірге тас біздің сеніміміздің негізі ол Иса Мәсих. Және ең соңында Паул жаңағы кімге Джоэл пайғамбардың кітабына сілтеме жасайды. Ол жерде жаңағы Құдайға сыйынған әрбір адам құтқарылады дейді. Бұл сіздерге осы біздің бүгінгі оқып шыққан аяттардың қысқаша экзегетикасы, немесе қысқаша талдауы. Паул ана жерден, мына жерден осы киелі кітаптың көне өсиет бөлігінен әртүрлі аяттарға сілтеме жасағандықтан, сондықтан біз осы аяттарды көрдік. Енді осы аяттарға кішкене біз жақыннан қарайық, осы аяттарға кішкене үңіліп қарайық. Біз бұны қайдан көреміз? Ең бірінші аят сіздер өздеріңіз көріп отырғандай, ол Левліктерге 18:5. Сондықтан осы Левліктер кітабының 18:5-ті сол өзінің жаңағы әдеби контекстінде оқиық. Ол жерде біз нені оқимыз? Енді елші Паул римдіктерге есіне түсіріп жатыр ғой, Левліктерді осылай жазылған, мен осы сөздерді қазір қолданып тұрмын дейді Паул. Енді сол Паулдың қандай сөзді қолданып тұрғанын қарасақ, біз мынаны көреміз. Жаратқан ие Мұсаға тағы да тіл қатып былай деді. Израильдіктерге менің мына сөздерімді жеткіз. Мен сендердің құдайларың жаратқан иемін. Сендер бұрын қоныстанған Мысырдың адамдарындай істемеңдер. Мен сендерді жетелеп бара жатқан Қанахан елінің адамдарындай да әрекет етпеңдер. Әрі олардың азғын ережелеріне сәйкес ештеңе істемеңдер. Сендер менің шешімдерімді орындап, ережелерімді сақтауларың керек. Мен сендердің құдайларың жаратқан иемін. Сонымен менің ережелерім мен шешімдерімді ұстаныңдар. Оларды бұлжытпай орындайтын адам солар арқылы өмір сүреді. Мен жаратқан иемін дейді. Осы жерде мен сіздердің көңілдеріңізді, назарларыңызды мынаған аударғым келеді осы жердегі екі сөзге. Израиль халқына
Құдай Мұса пайғамбар арқылы сөйлеп тұр. Бұл Синай тауы. Израиль халқы жаңа ғана Мысырдан шықты. Жаңа ғана неден шықты? Құлдықтан шықты. Жаңағы Қамысты теңізде Құдай Перғауынның әскерімен бірге суға батырып жеді. Енді Израиль халқы бостандық алған, азаттық алған ел. Енді Құдай оларға нені айтып тұр? Мына 2-3 аятты қарасаңыздар, мына жерде өте бір аяттар, мынандай сөздер бар. Израиль халқы дейді, сендер құтқарылған халықсыңдар. Сендер құтқарылған адамсыңдар. Енді сендер осы өздерің құлдықта болған елдің мәдениетіне, сол елдің салт дәстүріне сай өмір сүрмеңдер дейді. Сендер одан бөлек өмір сүру керексіңдер. Себебі мен сендердің құдайларыңмын. Сендер мысырлықтарға ұқсамауларың керек дейді. Бірақ Құдайдың сөзі бұл жерде бітпейді екен. Құдай ары қарай сөзін жалғастырып не дейді? Мен сендерді уәде етілген жер, жаңағы сүт ағып бал тамған жер Қанаханға алып бара жатырмын. Бірақ сендер Қанаханның да салт дәстүріне, мәдениетіне сай өмір сүрмеңдер дейді. Сендердің өмірлеріңді реттеуші, сендердің өмірлерінің жалғыз заңы, жалғыз патшасы, сендердің өмірлеріңе жалғыз әмір беруші, сендердің өмірлерінің иесі, ол менмін дейді. Сендердің өмірлеріңді менен басқа ешбір мәдениет, ешбір адам, еш нәрсе сендердің өмірлеріңді бірінші орында болмау керек. Мен ғана бірінші орында болуым керек дейді. Мен сендердің өмірлеріңнің іргетасы болуым керек. Орысша айтқанда, мен сендердің өмірлеріңнің фундаменті болуым керек. Мен сендерге бағыт бағдар беруші жалғыз мен ғана болуым керек. Менен басқа еш нәрсе болмайды. Мен сендерді қайдан алып шықтым, және мен сендерді қайда алып бара жатырмын. Екеуінің де мәдениетін қабылдамаңдар. Сендердің жалғыз мәдениеттерің, жалғыз жүріс-тұрыстарыңды реттеуші, сендерге бағыт бағдар беруші тек мен ғана болуым керек дейді Құдай. Құдайдың өзі ғана болу керек. Осы Левліктердің кітабы бойынша. Енді ары қарай келесі сұрақ, бұл осы айтып мен берген заңға сай өмір сүрулерің керек дейді. Мен берген мәдениетке сай өмір сүрулерің керек дейді. Енді осы жерде біздің ол келесі қарастыратынымыз, ол осы Құдайдың берген заңымен және осы Құдайдың берген ізгі хабарының байланысы қандай? Біз көп жағдайда бүйтіп ойлаймыз, ой, ол көне өсиеттегі заң, оның бізге ешқандай қатысы жоқ, бізге ешқандай заңды ұстанудың керегі жоқ деп айтамыз. Және көп жағдайда біз мынандай сөзді айтамыз, заң арқылы құтқарылмайсың деп. Бірақ шын мәнінде осы Мысырдан шығу кітабының осы тарихи хронологиясы бойынша заң ешқашанда, еш уақытта адамның құтқарылуы үшін берілген емес. Бұл заң құтқарылған адамдарға берілген. Заң құлдықтан құтқарылған, құлдықтан азат болған адамдарға берілген. Себебі Израиль халқы Мысырданғы құлдықтан шығу үшін ешқандай заңды ұстану қажеті жоқ болатын. Олар еш нәрсенің істеудің керек емес болатын. Құдай оларға сендер егер осыны, мынаны, біріншіні, екіншіні, жетіншіні істесеңдер, мен сендерді Мысырда құлдықтан алып шығамын деп ешқандай талап қойған жоқ. Мысырдағы құлдықтан Израиль халқын Құдайдың өзі алып шықты. Сондықтан осы құтқарылған халыққа, құлдықтан шыққан халыққа, құлдықтан азат етілген халыққа Құдай өзінің заңын берді. Сондықтан заң арқылы құтқарылмайсың дегеніміз еш нәрсеге қатысы жоқ, бос сөз. Себебі заң ешқашан, еш уақытта құтқарылу үшін берілмеген. Заң керісінше құтқарылған адамдарға берілген. Құтқарылған адамдарға берілген Құдайдың нұсқаулары. Құтқарылу үшін емес, құтқарылғаннан кейін берілген. Тура солай ізгі хабар. Бұл да Құдайдың істеген ісі, Құдайдың атқарған қызметі. Себебі Израиль халқын Мысырдан қалай алып шықса, бізді де күнәдан құтқарған Құдай. Құдай Иса Мәсіх арқылы біздің күнәларымыздың салдарынан содан құтқарды. Енді біздің өмірімізге күнә ешқандай билік етпейді. Осы Мысырдағы Израильдің құтқарылуы мен біздің құтқарылуымыздың арасындағы бір нәрсе, біздің құтқарылуымызда, израильдіктердің құтқарылуы да екеуі де Құдайдың ісі. Біз өзіміздің құтқарылуымыз үшін еш нәрсе істеген жоқпыз. Ол Құдайдың істеген ісі. Біз көп жағдайда сен ісің арқылы, іс-әрекет арқылы құтқарылмайсың деген кезде біз мынаны өте қатты дұрыс түсінуіміз керек. Кейде біз бүйтіп ойлап қалуымыз мүмкін, біз егер қолымыздан келсе, біз нәрсені істеп, бір іс арқылы құтқарылушы едік. Бірақ біз сол осы заңды толығымен орындай алмайтын болғандықтан Құдай бізді өзі құтқарды деп айтамыз. Бірақ шын мәнінде бізді құтқаратын ешбір іс жоқ. Бізді құтқаратын адам баласының қолынан келетін ешбір іс жоқ. Адам баласы оны істей алмағандықтан емес, адам баласына өзін құтқаратын еш нәрсе болмағандықтан бізді ісіміз құтқармайды.
біз іс әрекет арқылы құтқарылмаймыз. Бұл тек Құдайдың асқан сүйіспеншілігі мен асқан рақымдылығының арқасында ғана жүзеге асатын нәрсе. Сондықтан елші Паул сөзін ары қарай жалғастырып айтады. Енді осы құтқарылу, Иса Мәсіх арқылы болған құтқарылу, бұл сендерге жақын дейді. Бұл сендердің барлықтарыңа жақын, бұл сендердің әрқайсыңа жақын дейді елші Паул. Және оның жақындығы соншалықты, сендер оны білмейсіңдер, оның қаншалықты жақын екен. Ол жаңағы көрші үйдегі, көрші қауымдағы, көрші елдегі ізгі хабар емес дейді. Оның сендерге жақындығы мынандай дейді. Осы Римдіктерге арналған хаттың 9-10 аяттарында өз аузыңмен Исаның жаратқанын емдеп мойындасаң, жүрегіңде Құдайдың оны өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, сонда құтқарыласың. Себебі Мәсіхке жүрегімен сену арқылы адам күнәсінен ақталады, оны аузымен мойындау арқылы құтқарылады дейді. Яғни Иса Мәсіх біздің жүрегімізге жақын, және Иса Мәсіх біздің аузымызға жақын. Яғни бізден талап етілетін нәрсе, бізге керектігі тек осы Құдайдың бізге көрсеткен сүйіспеншілігін қабылдау. Оның бізге көрсеткен сүйіспеншілігін мойындау. Одан бізге басқа ешнәрсе қажеті жоқ. Және бұл осы Мәсіхтің жақындығы, ары қарай біз нені көреміз? Оған сыйынған әркім құтқарылады. Біз бағана басында оқыдық, Ілеуліктер кітабының 18-ші тарау, 5-ші аятында, 18-ші тараудың 1 мен 5-ші аятының арасында. Сендер Мысырдың мәдениетіне сай болмаңдар, және Қанаханның мәдениетіне сай болмаңдар дейді. Және содан кейін біз тағы да мынаны айттық, бізді құтқаратын ешбір іс жоқ деп. Егер бізді құтқаратын ешбір іс жоқ болса, ешбір адам баласына ондай іс әрекет берілмеген болса, онда яғни Құдайға сенген, Құдайдың атын атап оны шақырған, оған жалбарынған әрбір адам құтқарылады. Яғни бұл құтқарылу адамның жаңағы нәсіліне, түріне, оның жұмысына, оның жаңағы қаншалықты киелі өмір сүріп жатыр, қаншалықты киесіз өмір сүріп жатыр, оның өткен шағына, оның қазіргі күні, оның болашағына еш қатысы жоқ. Ең бастысы адамға қажеттісі ол Құдайдың алдына келіп, бағана вайикра деген сияқты, Құдайдың алдында кішіпейілдік деген сияқты, Құдайдың алдына келіп, кішіпейілдікпен, өзіміздің Құдайдың алдында ешбір қауқарсыз екенімізді мойындап, Құдайға мойынсынып, оның берген осы құрбандығын қабылдау. Себебі бұл жердегі елші Паулдың осы біздің аяттарда істеп тұрғанына бұрын көне өсиетте заң берілген. Заң адамдарға жақын болатын, заңды ұстанған әркім өмір иесі болатын. Бірақ дегенмен ол бәрібір құтқарылған адамдарға берілген. Енді осы заң сияқты. Енді Иса Мәсіхке сенген әрбір адам құтқарылады. Иса Мәсіх заң Израиль халқына қалай жақын болса, енді Иса Мәсіх әрбір адамға солай жақын. Енді Иса Мәсіхті қабылдаған әрбір адам, оған сыйынған адам әркім құтқарылады дейді. Енді қазір біз бәріміз осы бүгін Наурыздың 22-сі біз Наурыз мейрамын тойлап жатырмыз. Бұл Наурыз деген нені білдіреді? Бұл жаңаруды білдіреді. Бұл жаңару, бұл жаңағы көктем келді, біз адамдар қайтадан өмір сүре бастайды дегенде, яғни қайтадан егін егеді, қайтадан мал бағады, қыстаудан бәрін шығарады. Сол сияқты бұл Наурыз айы бұл жаңаруды білдіреді. Және сондықтан біз осы мейрамды пайдалана отырып, бізде осы құтқарылған адамдар ретінде, біздің өміріміздің қандай салалары жаңару керек деп ойлайсыздар? Мен сіздерге осындай 4 ұсыныс бар. Осы Наурыз және осы біз бағана айттық қой, Құдайдың заңы құтқарылған адамдарға берілген дегендей, осы біздің жаңаруда біз Иса Мәсіхте құтқарылдық. Енді құтқарылған адамдар ретінде біздің өміріміздің кейбір салалары өзгеру керек. Олар біздің ең біріншісі сезім және эмоция. Адам баласы рационалды және логикалық тіршілік иесі емес. Ең бірінші орында біз эмоциональный тіршілік иесіміз. Оны біз қалай дәлелдейміз? Мысалы, жаңа туған нәресте, кішкентай нәресте. Ол әлі сөйлей алмайды, ол әлі дұрыстап ойлай алмайды, ол әлі өзінің жүріс тұрысын былайша айтқанда бақылай алмайды. Ол білмейді не істеу керек екен. Бірақ егер сіз оған күлсеңіз, ол сізге жымиып күледі. Егер сіз оған ұрса бастасаңыз, ол ренжиді. Яғни адам баласы ең бірінші орында ол сезімге берілген және эмоцияға берілген адам. Сондықтан енді сіз Иса Мәсіхте құтқарылған адам ретінде, күнәлары кешірілген адамдар ретінде, біздің сезіміміз, біздің эмоциямыз қалай жаңару керек, қалай өзгеру керек? Мен негізі былай деп ойлаймын. Біз көптеген шешімдерді
көптеген осыдан кейін ары қарай айтатын нәрселеріміз, ой, сөз әрекетімізді көп жағдайда 99.9%-ын сезімге беріліп істейміз, сезімге негізделіп істейміз. Біз ашуланып тұрған кезде біз жаман сөз айта саламыз, қуанып тұрған кезде алып орындалмайтын уәде бере саламыз деген сияқты. Сондықтан біз құтқарылған адамдар ретінде, күнәлары кешірілген адамдар ретінде біздің сезіміміз де, біздің эмоциямыз да жаңару керек, өзгеру керек. Қалайша? Егер мен үшін, менің өмірім үшін ең басты қуаныш алып келетін, менің өмірдегі ең үлкен қуанышым ол Иса Мәсіхтегі кешірілгенім болса, онда менің сезімдерім де соған сай болады. Егер менің өмірімдегі ең үлкен қуаныш ол Иса Мәсіх болмаса, әрине онда мен басқа нәрседен тыныштық іздеймін, басқа нәрсе арқылы басқа нәрседен қуаныш, бақыт іздеймін. Бірақ егер менің өмірімдегі шын мәнінде, шын жүректен Иса Мәсіх менің өмірімдегі ең үлкен қуаныш болса, онда менің сезім де, эмоцияларым да соған сай болады. Одан кейінгі деңгейде біздің ойымыз. Мен көп жағдайда бүйтіп айтамын. Мүмкін менікі дұрыс емес болуы мүмкін. Егер менікі дұрыс емес болса, қауымнан кейін келіп мені түзетіңіздер. Бірақ адамның өмірінің басым көпшілігі, басым бөлігі. Кім болсаңыз да, жасыңыз үлкен болсын, кіші болсын, адамның ой санасына негізделген. Адам қалай ойласа, адам неге сенсе, өзінің ойында, оның өмірі де соған сай болады. Егер мысалы біреу үшін бірінші орында жаңағы білім, ғылым болса, оның ой санасында, оның өмірі де соған толы болады. Жаңағы ол ғылым іздеген адам болады. Немесе оның ойында бірінші орында жаңағы музыка болса, ол мадақтау тобында жүреді, сахнада жүреді деген сияқты. Егер адамның ойында ең бірінші орында жауапкершілік болса, жауапкершілік жоқ болса, оның өмірі де оған сай болады. Өмірінен бір жауапкершілік нәрсе таппайсың. Егер оның ойыны мазмұнсыз болса, ойында ішінде дауыл соғып тұрса, оның өмірі де солай. Оның істеген ісі, айтқан сөзі бәрі бос, бәрі жаңағы салдырлаған аса таяқ сияқты. Егер сіз менің өмірім неге осындай деп сұрасаңыз, және оған риза болмасаңыз, бірінші өз ойыңызға қараңыз. Сіздің ой санаңыз неде? Сіздің көңіл күйіңіз қайда? Себебі адамның ішкі жан дүниесі бір болып, сыртқы жан дүниесі бөлек болады деген негізі көп жағдайда солай емес. Сіздің өміріңіз, сіздің сана сезіміңізге, ойыңызға, сол жақтағы өздеріңіздің қалай сенімдеріңізге сай болады. Және осы құтқарылған адамның ойы қалай болу керек? Егер осы менің дүние танымдық құндылықтарым ең бірінші орында Иса мені құтқарды, мен Иса Мәсіхте кешірілдім болса, онда сіздің бүкіл барлық ойыңызда соған сай болады. Себебі сіз бір нәрсені айтпастан бұрын, істеместен бұрын, сіз бірінші өзіңізді ойыңызда шешесіз ғой, өзіңіздің басыңызда сіз сондай шешім қабылдайсыз. Соған сай болады. Одан кейінгі жаңағы келесі сала ол біздің өміріміздегі біздің айтатын сөздеріміз. Мен сіздерге мынандай интеллектуальный эксперимент ұсынамын. Қазір бүйтіп елестетіп қараңыз. Егер былай дейік, сіз 250 жыл жасадыңыз дейік. Мен сіздің барлықтарыңызға 100 жас, 1000 жас тілеймін. Енді сіздің осы өміріңіздегі барлық айтылған сөздерді, енді біз күнде бір нәрсе айтамыз. Біз балаларымызға сөйлейміз, әйеліне, күйеуіне сөйлейміз, жұмыста біреуге айтамыз. Біз айтатын сөздер көп, біз жазбаша бір нәрсені жазамыз. Осы біз айтқан әрбір сөз үтір нүктесіне дейін, түгелдей. Сіздің дұғаларыңыз, боқтап айтқан сөздеріңіз, жамандағаныңыз, өсек айтқаныңыз, ізгі хабар айтқаныңыз, біреуге жігер бергеніңіз, біреуге бата тілегеніңіз, біреумен жаңағы біреуге сүйіспеншілік көрсетіп, біреумен татуласқан, осы барлық сөздердің бәрін алып бір кітапқа жазып қойсам. Түгел, біреуін қалдырмай. Және мынандай келесі сұрақ. Осы сөздердің жалпы, егер жалпы тұрғыдан анализ жасасақ, талдау жасасақ, бұлар қандай сөздер? Осы сөздердің бәрі, енді әрине біз күнде бүйтіп айтамыз ғой, менің әрбір сөзім, Иса Мәсіхте мен құтқарылдым, Иса Мәсіхте мен құтқарылдым емес. Бірақ осы сөздердің бәрін алып қарасақ, жалпы сурет қалай болады? Осы сөздер Иса Мәсіхтегі құтқарылуға негізделген сөздер ме, әлде басқа нәрсеге негізделген сөздер ме? Бұл сөздердің түбірі қайда жатыр? Бұл сөздердің жалпы мазмұны қандай? Бұл сөздердің жалпы дискурсы, жалпы бағыт-бағдары қандай? Сондықтан, құрметті бауырластар, егер сіз әлі Иса Мәсіхті қабылдамаған болсаңыз, бүгін сізге Иса Мәсіхті қабылдайтын күн. Ал егер сіз Иса Мәсіхті қабылдасаңыз, сіз осы туралы ойланып көріңіз, өзіңіздің айтып жүрген сөздеріңіз туралы. Біреуді жамандайтын, немесе керісінше біреуді мақтайтын сөздеріңіз. Осының бәрі Иса Мәсіх мені құтқарды. Менің өмірімдегі ең үлкен қуаныш Иса мені құтқарды, Иса менің күнәмді кешірді. Осыған негізделген сөздер ме? Осы ақиқатқа, осы шындыққа негізделген сөздер ме?
әлде басқа нәрсеге негізделген сөздер ме? Ол реніш болуы мүмкін, ол қызғаныш болуы мүмкін, ол керісінше бір Құдайдан бөлек нәрсеге ұмтылу болуы мүмкін. Осы сөздеріңізге анализ жасап қойыңыздар. Және мүмкін егер осы сөздеріңіз қалай Иса Мәсіх мені құтқарды деген ақиқатқа негізделмеген сөздер болса, онда соларды бүгін жаңартатын күн, өзгеретін күн бүгін. Одан кейінгі ең соңғы сол біздің іс-әрекет. Ол іс-әрекет ең соңында келетін нәрсе. Себебі адам бірінші бір нәрсені сезеді, содан кейін сол туралы ойлайды, одан кейін сол туралы айтады, сөйлейді, біреумен жаңағы сырласады, сыбырласады, сол туралы айтады, содан кейін барып ең соңында ғана барып істейді. Егер біреу бір нәрсені істеп қойса, жаман болсын, жақсы болсын, ол соған дейін мүмкін жылдар бойы, немесе айлар бойы, немесе бірнеше сағат бойы ол сол туралы ойлады, сол туралы сезді, содан кейін барып ең іс-әрекет ол ең соңғы жеміс. Ол былайша айтқанда ең соңғы стадия, ол ең соңғы жаңағы қадам. Сондықтан енді жаңағы біздің сөзіміз туралы жазылған кітап сияқты осы біздің әрбір іс-әрекетіміз туралы бір кітап болды дейік. Сіздің істеген әрбір іс-әрекетіңіз бір кітапта жазылды, бүкіл өміріңіздің бір кітапта болды дейік. Және осы іс-әрекет, сіздің істеген әрбір ісіңіз, біреуге чай құйып бердіңіз, керісінше біреудің бетіне алып жаңағы чайды шаша салдыңыз, немесе жаңағы оны төгіп алдыңыз, таңертең тіс жудыңыз, немесе таңертең тісіңізді жумай қойдыңыз деген сияқты осындай іс-әрекеттің бәрін түгел толығымен, сіздің жасаған ең үлкен жақсылығыңыз, сіздің жасаған ең үлкен жамандығыңыз, сіздің жасаған ең үлкен күнәңіз, сіздің жасаған ең үлкен киелі ісіңіз, осының бәрін бір кітапқа жазып қойсақ. Еш нәрсені қалдырмай, біреуін қалдырмай. Сіздің туған күннен бастап осы өмірден өткен күнге дейінгі іс-әрекетіңіздің бәрін жазып қойсақ, ол қандай істер болады? Осы істердің бәрі мен Иса Мәсіхке сенгендіктен, мен құтқарылғандықтан, құтқарылған адамның іс-әрекеті бола ма? Әлде құтқарылмаған адамның іс-әрекеті бола ма? Егер мен бір нәрсеге қуанып жүрсем, егер менің өмірімнің ортасы, менің өмірімнің фундаменті Иса Мәсіх болса, осының төртеуі де осы қуанышқа негізделген сезім, эмоция, ой, сөз, іс-әрекет болады. Және оның көрсететін бір үлкен көрсеткіш, ол негізі бар ғой, рахмет айтатын жүрек. Егер әрдайым бір нәрсеге орысша айтқанда жалып жасап, сөйте берсе, менде кішкене күмән болады бұл адамның сенімі жайында. Бірақ аузынан әрдайым рахмет айтатын, әрдайым ризашылық сөз шығатын болса, ол шын мәнінде ол адамның өмірінде үлкен бір қуаныш бар деген сөз. Бірақ сол қуаныш Иса Мәсіхте болу керек.